Барлықтарыңызға сәлем, құрметті достар. Сіздермен бірге Қуанышты медицина каналы, оның жүргізушісі мен дәрігер интерн Қуанышбек. Бүгінгі видеода біз бірге преэклампсия ауруын талдайтын боламыз. Видеоны бастамастан бұрын каналға тіркеліп, осы видеоға достар лайк басып кетіңіздер. 2-ақ секундтық сіздердің іс-әрекетіңіз менің каналымның дамуына үлкен зор үлесін қосатын болады. Дайын болсақ, бастайық. Преэклампсия дегеніміз бұл жүктіліктің асқынуы. Жүктіліктің екінші жартысында, яғни 20-шы аптасынан бастап асқынуы. Преэклампсия деп айта алуымыз үшін бізге 3 триадалық симптом керек. Біріншісі бұл артериалдық қан қысымының жоғарылауы. 140-90-нан жоғарылайтын болса, бұл гестационды гипертония деп айтады. Яғни 20-шы аптадан кейін көтеріліп бастаса давление. Ал 5-ші апта, 10-ші аптада көтерілсе, бұл созылмалы гипертония. Әйелде бұрынғы кезінен бері давлениесі бар, давлениенің әкелуі жүктілікке байланысты емес деген сөз. Екіншісі бұл ісінулер. Аяғында, қолында, сақина таққан кезде немесе шұлығының іздері қалып қалады, футболканың іздері қалып қалып жатса, және де бұл ісінулер тез дамып жатқан болса, әйел тез салмақ қосып жатқан болса, бұл ісіну екіншісі симптом болып табылады. Үшінші симптом бұл әйелдің зәрінде, мочасында 0,3 грамм литрден жоғары белоктың болуы. Оны біз протеинурия деп атаймыз. Преэклампсия өте ауыр жағдай, бұл полиорганды жеткіліксіздікке алып кетуі мүмкін. Преэклампсияны асқындыратын болсақ, бұл эклампсияға алып кетеді. Эклампсия өз кезегінде жүкті әйелді және де нәрестені мерт қылуы әбден мүмкін. Преэклампсияға енді достар қандай әйелдер ұшырайды, оның себебі қандай деген сұрақты талдайық. Қазіргі кезге дейін оның нақты себебін ешқандай ғалымдар айта алмайды. Себебі өте көп, бір себепке тоқталынбаған. Патогенезіне келетін болсақ, ағзадағы бүкіл қан тамырларының эндотелиалды қабатының бактериалды емес қабынуы болып табылады. Қан тамырлардың барлық қабынады. Бір сөзбен айтқанда, жалпы жүктілік асқынып, ағза жүктіліктен толықтай арылуға іс-әрекеттерді жасайды. Енді қандай әйелдер осы преэклампсияға душар болуы мүмкін деген сұраққа келсек. Көбінесе жаңағы семіздігі бар, стресстік факторға көп түсетін, немесе зиянды әдеті бар әйелдер, қантты диабетпен ауыратын әйелдер деп айтады. Бірақ дені сау адамдар, дені сау әйелдер, ешқандай қосымша ауру жоқ әйелдерде де преэклампсия туындай береді. Преэклампсия тек қана жүктілік кезінде болады, достар. Соны есімізден шығармайық. Преэклампсияның диагностикасы жаңа негізгі 3 критерий, 3 симптомды анықтаумен жүзеге асады. Егер осы симптомды анықтайтын болсақ, бұл әйелді бірден стационарға қарай тасымалдаймыз. Магнезиалды терапия жасалынады, магний сульфат препаратын енгіземіз. Бұл препараттың енгізуде мақсатымыз эклампсияны болдырмауға жағдай жасау. Эклампсия деген осындай симптомдарға судорога қосылады. Егер судорога қосылатын болса, өте қиын жағдай болып табылады. Преэклампсия енді достар сатысына байланысты, жүктіліктің мерзіміне байланысты, орташа ма, ауыр ма түрлеріне байланысты, ары қарай тактика соған байланысты болады. Яғни негізгі тактика бұл кезде жүктілікті үзу арқылы баланы өмірге алып келдіру, әртүрлі кесарево жасау немесе жүктілікті ынталандыру арқылы босандыру алу болып табылады. Бірақ жүктіліктің мерзімі кіші болатын болса, жаңағыдай әртүрлі терапияларды стационарда шешіледі. Жүктіліктің уақыты 32-ші аптаға дейін әйел адамды бақылауда ұстайды. Преэклампсия кезінде не істеу керек? Егер сізде жаңағы давление көтеріліп жүрген болса, жүктілік кезінде оны үйде отырып өзім емдеймін деп әртүрлі дәрі ішуге болмайды. Бірден сізді бақылауда ұстап жүрген гинекологыңызға айтасыз, менде осындай давление көтеріліп жүр. Және де ісіну болса, айтасыз, менде қолымда, аяғымда ісіну болып жүр деп. Одан кейін ол сізден дәрігер жаңадан мочаңыздан анализ алып тұру керек. Егер мочада 0,3 грамм литрден жоғары болса, сізде осы жүктіліктің асқынуы болуы әбден мүмкін. Қорытындылай келетін болсақ, преэклампсия деген бұл жүктіліктің екінші жартысының асқынуы. 20-шы аптадан кейін давление көтерілетін болса, 140-90 мм сынап бағанасы бойынша. Зәрде 0,3 грамм литрден асқан белок болатын болса, одан кейін ісінулер болатын болса, бұл преэклампсия деп аталады. Осы симптомдарға келесі қатты бас ауруы, құсу немесе құсқысы келетін сезім, іш өту сияқты, HELLP синдромы, әйелдің жалпы ағзаларының жеткіліксіздігі қосылатын болса, мысалы бүйрек жеткіліксіздігі, зәрінің мөлшерінің азаюы, бұл преэклампсияның ауыр сатысы деген сөз. Үйде отырып емдейтін жағдай емес, бірден жедел жәрдемге қоңырау шалсаңыздар да сіздерді стационарға тасымалдайтын болады. Денсаулықтарыңызға бей-жай қарамаңыздар. Видео пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, комментарий жазып кетуді ұмытпаймыз. Барлықтарыңызға пока.